Қалайсыңдар балақайлар? Әдеттегідей осы уақытта және де осы телеарнада біз сендермен қаржы мектебі бағдарламасымен бірге қауышып отырмыз. Әдеттегідей біз өте пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Балалар, біз бәріміз арманмен өмір сүреміз, алдымызға мақсат қоямыз, Ал сендердің қандай мақсаттарың бар? Мен өскенде бизнесмен боламын. Бизнесмен болғың келеді. Актер болғым келеді. Актер болғың келеді. Инженер электрик болғым келеді. Инженер электрик. Қандай керемет. Әнші. Әнші болғың келеме. Мінекей, балалар, осындай бізде алдымызда мақсаттар тұр, Ал синоним деген сөздер сендер білесіңдер ме? Білеміз. Ол қандай сөздер? Синоним мағыналары бірдей, бірақ айтылуы әртүрлі. Әртүрлі. Дұрыс, айтылуы, жазылуы әртүрлі. Енді біздің интерактивті тақтаға назар аударыңдаршы. Мына жерде ең үлкен сөз әріптермен жазылған бір сөз бар, Мақсатқа жету. Мақсатқа жету. Сендермен бірге біз осы мақсатқа жету деген сөздердің синонимдерін табайықшы. Қол жеткізу. Қол жеткізу, Кәнекей, тексеріп көрелік. Өте дұрыс. Қол жеткізу. Сосын қандай сөз? Табысқа жету. Табысқа жету. Қанекей? Ән. Мінекей. Табысқа жету. Алға басу. Алға басу. Жеңу. Жеңу. Қай жерде жеңу? Міне, жеңу. Көркею. Қайда көркею? Міне, ортада көркею. Өте дұрыс. Достар, ал енді мына сөздерді талдап көрейікші. Мынау ширықпау дейді. Мына жаққа қойсақ, орнына тұрды. Міне, қиналмау да соған құсайды. Ұмыту. Қайда ұмыту? Міне, ұмыту. Ақшаны қалағаныңша жұмсау. Бұны қалай түсінесіңдер? Ақшаны қалағаныңша жұмсау. Ақшаны бостан-босқа құртып, көмек көтеріп жүріп. Егер біз қаржылай сауатты болмасақ, біз ақшаны қалағаныңша бүйтіп жұмсаймыз. Сонда ақшасыз қаламыз, мақсатымызға жете алмаймыз. Ал үнемі көңіл көтеріп жүрсекші? Ақшамыз бостан-босқа кетеді. Ол да мынау ақшаны қалағаныңша жұмсауға келеді. Мақсатқа жету үшін алға басу керек, табандылық таныту керек, үнемі көркею керек. Кез келген қиыншылықтардан өтіп, оларды жеңуіміз керек. Сонда ғана біз мақсатқа жетеміз. Ал мақсатқа жетудің тағы да бірден бір жолы қандай, достар? Жоспар құру. Дұрыс, мақсатты жоспарлаймыз, яғни тұжырымдаймыз, Мақсатты тұжырымдау және де жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың белгілері. Дәл осыны бүгінгі сабақта біз сендерге айтып береміз. Мақсатты тұжырымдау, уақытты тиімді басқаруды есепке алғандағы мейлінше үнемді амалдармен жақсырақ жүзеге асыру мүддесімен бір немесе бірнеше мақсатты таңдау процесі. Бастысы мақсаттарың нақты және өлшеулі болу керек. Бұл қиял емес, керісінше қол жетімді нәрсе. Оны іске асыруға қажет күш-жігерде қажетті көлемде болуы шарт. Мысалы, ақыл жаратылыстарың гуманитарлы болса, алдарыңа уақыт машинасын жасау сияқты мақсат қоймау керек. Мақсаттарыңды жазып алыңдар, тізімді қайта оқып, арасынан бастысын, яғни негізгісін анықтаңдар. Егер негізгі күш-жігер басты мақсатқа бағытталса, бейсана шынымен де барлық осы мақсаттарға қарай жұмыс істейді, және олардың жүзеге асырылу мүмкіндігі айтарлықтай артады. Достар, сонымен негізгі мақсат деген сөз бар, Сол мақсатқа жету үшін көптеген кішігірімді мақсаттар болады, Сол мақсаттарды жүзеге асыру арқылы біз ең басты өзіміздің үлкен мақсатымызға, арманымызға қол жеткіземіз. Мәселен, сендердің басты мақсаттарың ағылшын тілін үйрену, шетелдерді аралау, саяхаттау болатын болса, ең бастысы сендерге не керек? Барлығы құрметтейтін сондай бір үлкен жоғары оқу орнында оқу керек, сол жерден ағылшын тілін үйреніп алу керек, Сол мақсатты іске асыру үшін біз әрқашанда қандай болуымыз керек? Қайсарлы, табандылық танытуымыз керек, Ешқашан мақсатымыздан бас тартпауымыз керек, оған ұмтылуымыз керек, Сонда ғана біз мақсатқа жете аламыз. Ал дәл осылай жолдан қаншама кедергілер болды, бірақ оған қарамастан өз мақсаттарына жеткен қаншама адам бар жер шарында. Солардың бірімен таныса отырайық. Джон Роулинг бір сәтте танымал жазушы және жер шарындағы бай әйелдердің бірі болып шыға келген жоқ.
ол жалғыз басты ана болған және жұмыссыздық бойынша жәрдемақының арқасында өмір сүрді. Ал Гарри Поттер туралы алғашқы кітабын ескі баспалау машинасымен жазған. Оның туындысын белгілі бір баспаның редакторы қабылдауға келісім берер алдында оған басқа 12 баспада кітабын қайтарып жіберген екен. Егер Роулинг туындысының қабылданбайтыны туралы ақпаратты 11-ші рет естігеннен соң табандылық көрсетпегенде, біз ешқайсымыз сиқыршы бала туралы аңызды білмеуші едік. Балақайлар, біздің өмірлік ең басты мақсатқа жету үшін не істеу керек? Дәл осыны біз интерактивтегі қызықты ойын арқылы анықтап алайық, е? Достар, қараңдар, мына жерде бізде ғажайып арал бар. Ал оған жету үшін сендер сүрінбей мына сұрақтарға дұрыс жауап берулерің керек. Сонымен ойынымызды бастайық. Кім? Кел, Айбар. Өмірдегі негізгі мақсаттардың тізімін жазу. Бұл дұрыс па? Біз негізгі мақсаттар тізімін жазамыз ба? Кәнекей? Аралдың өзін төрт. Өте дұрыс. Керемет. Жалғастырамыз. Алдыңа ешбір нақты мақсат қоймау керек. Себебі мен әлі баламын ғой. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Акуланы көрдіңдер ме? Мақсаттарыңды өздеріңде жеп қояды. Жалғастырайық. Кел, Ерасыл. Алдыңа неғұрлым көбірек мақсат қою керек. 10 мақсат, 20, 30. Қалай, дұрыс па? Дұрыс. Жоқ дейсің бе? Иә. Тексеріп көрейік, акула шыға ма, жоқ па? Бұл жерде акула емес, бұл жерде вулкан шықты, е? Вулкан дегенде бұл дұрыс емес деген сөз, е? Себебі барлық мақсаттарымыз өртеніп кетеді. Келесі, қаржының менің мақсаттарым мен өмірлік жоспарларыма ешқандай қатысы жоқ. Дұрыс емес. Дұрыс емес пе екен? Иә. Одан не шығады? Пираттардың байрағы ғой. Жалғастырайық. Кел, Жанел. Мақсаттар тізімінде негізгісін, ең бастысын белгілеп алу керек дейді. Дұрыс. Тамаша, міне, өте дұрыс. Мына жаққа жылжытамыз кемемізді. Ары қарай, мақсатқа жетуге арналған жоспар іске асу үшін уақытты есептеуді білу керек. Өте маңызды. Дұрыс. Өте дұрыс. Кемеміз мінекей жақындады біздің ғажайып аралымызға. Орныңа отыра қой. Ал, кел. Алға мақсат қойған соң, оларды жүзеге асыру бойынша жоспар құруға жет. Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Өте дұрыс. Тамаша, керемет. Жалғастырамыз. Кім қалды? Алидар, кел қасыма. Мақсатқа жетуге уақыттың еш қатысы жоқ. Дұрыс емес. Дұрыс емес пе екен? Иә. Тексерейік. Қақпан. Яғни бұл жауап дұрыс емес. Сондықтан кемеміз бұл аралға тоқтамай, бірден ғажайып аралына келді. Мақсатымыз орындалды. Біз мақсатымызға жеттік және де біздің мақсаттарымыз орындалды деген сөз. Ду қол шапалақ, достар. Ал енді дәл осындай өте сәтті оқиғалардың біріне тағы да бір назар аударайық. Уолт Дисней өзінің мультипликациялық империясын құру алдында газета редакторы сенің еш қиялдау қабілетің жоқ деп оны жұмыстан қуған екен. Болашақ ұлы мультипликатор пәтеріне ақша төлей алмай әлек болды. Атаңызға айналған Микки Маус экранда бірден пайда болған жоқ. Автордың алдында 200-ден астам түрлі компанияның есіктері жабылған еді. Бірақ Уолт Дисней мақсатына табандылықпен ұмтылды да өз дегеніне жетті. Бай болды. 29 Оскар иегері атанды. Сонымен қатар мультфильмдер жасау деген балалық арманына қол жеткізді. Сонымен балалар, мен сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Time management деген сөзді естулерің бар ма? Иә. Аха, ол нені білдіреді ол? Уақытты басқару. Дұрыс, өйткені бұл сөз ағылшын тілінің сөзі. Оны қазақшаға аударсақ, ол уақытты басқару деп табылады. Осы мақсатқа жету үшін біздің қаржылық жоспарымыз әсерін тигізе ме? Иә. Мысалы, біздің басты мақсатымыз ағылшын тілін үйрену. Ағылшын тілін үйрену үшін біз курстарға қатысамыз, мұғалімді жалдаймыз, бәріне ақша керек емес пе? Ал қаржылық жоспармен уақытты басқаруды үйлестіре білсек, біз мақсатымызға, діттеген жерімізге міндетті түрде жетеміз.
дәл осындай табысты жетістік туралы біліп отырайық. Джон Рокфеллер тарихтағы тұңғыш долларлық миллиардер кедей отбасында дүниеге келді. Бизнеспен айналысуға кішкентай Джон 7 жасында талпынған екен. Ол компьютер сатты, ал барлық пайдасын арнайы кітапшаға жазған. Үлкейгенде ол нағыз қазынаны, мұнайды тапты. 1900 жылға қарай Джон Рокфеллердің дәулеті 8,5 миллиард долларға дейін жеткен. Ол әлемдегі ең бай адам болды. Көмекшілерім менің. Ал енді бағдарламаның аяғында біз әдеттегідей дұрыс айтасың, Ерасыл, ойын ойнаймыз. Келе қойшы, бірінші қолды көтердің сен. Ойынның шарттары, ережелері қарапайым, бәріміз білеміз. Ал бүгін ғана бізге қосылған балақайлар үшін мен тағы да түсіндіре кетейін. Сонымен достар, мына жерде бізде 3 бағана бар. Осылардың біреуі бос, біреуінде бүгінгі тақырыпқа сай дағдылар, қағидалар жазылған. Ал мына 3-ші бағанада суреттер тұр. Біз сәйкес қағиданың орнына біз дұрыс жерге орналастыруымыз керек. Сонымен Ерасыл, нақты 5-6 мақсатты анықтап, оларды жазып алыңдар дейді. Менің мақсаттарымды сөйлеп. Дұрыс. Орныңа отыра қой. Алидар, келесі сен басты негізгі мақсатты таңдаңдар. Яғни бағанағы 5-6 мақсат бар емес пе? Соның ішінен ең бастысын, ең негізгісін таңдаңдар. Дәл өзі. Кел, Айсері. Сонымен, әр қадамы мақсатқа жетуге жақындататын жоспар құрыңдар. Біріншісі деп ойлаймын. Кәнекей. Өте дұрыс. Кел, Жанел. Жоспар құрғанда қаржыны ұмытпаңдар. Өте дұрыс. Ал, кел, Айбар. Өзің ғана қалдың. Сонымен жоспарда мақсатқа жетуге қажет мерзімді міндетті түрде белгілеңдер. Менің өміршім басты. Басқа сурет жоқ. Әрине, мақсат құрған кезде мерзімді уақытты белгілеп алған өте дұрыс. Достар, ойынымызды аяқтадық. Сендер жақсы ойнадыңдар. Неге қол көтеріп отырмыз? Қорытындысын айтамыз. Қорытындысын ба? Ал, айта қой. 5-6 мақсатты сен өзіңнің жоспарыңа жазып, ұмытпау керексің. Және ол мақсаттар қашан орындалатынын уақытын жазасын. Негізгі басты мақсатты, иә? Астын сызып тұр. Астын сызып тұрып белгілеп қоясың. Баста мақсатты таңдау керек. Мақсатқа бала кезден бастап талпыну керек. Әр мақсатқа өзінің белгілі қаржысы керек. Қаржы бізге көмекші болады, Алидар? Мақсатқа жету үшін ешқашан жеңілмеу керек. Балалар, сендер бүгінгі сабақтан көп мағлұмат алып, және осы қағидаларды орындап, өз мақсаттарыңа міндетті түрде діттеген жерлеріңе жетеді деген ниеттемін. Және де тілектеспін сендерге. Бір-бірімізге бір ду қол шапалақ. Бізбен бірге ойыңды ұштап, табыс тәлімге қадам бас. Білім бұлағы, қаржы мектебін үйретуден жалықпас. Ақша табу, оны жинау, тәсілдерін көрсетеді. Кел ендеше, мұқият бол, қаржы әлемі қызықты. Достар, алдарыңа мақсат қою, және де оған табандылық көрсетіп, жету ешқандай кедергілерге мән бермеу. Бұл өте маңызды. Мақсаттарыңды анықтап алыңдар. 5-6 мақсатты қағазға түртіп жазып қойыңдар, болмаса дәптерге. Ал ол 5-6 мақсаттың ішінен ең негізгісін өздеріңе түртіп алыңдар. Және де оған жету мерзімін жазып алыңдар да. Естеңдер? Жоспар құрыңдар, достар. Сонда ғана біз барлығымыз мақсатымызға жетеміз, армандарымыз орындалады. Сендердің де армандарың орындалсын деген ниет білдіргім келіп отыр. Достар, міне осыменен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Мұнаны естен шығармаңдар. Есепсіз дүние жоқ. Келесі кездескенше сау саламат болыңдар.